Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ғылыми зерттеу жұмысының құрылымы. Құрылымы кіріспеден, негізгі бөлімнен және қорытындыдан тұрады. Ал енді сіздерге айтпас бұрын, жалпы бізде 3 кезең бар ғылыми жұмыстың. Бірінші кезең, екінші кезең, үшінші кезең дейді. Бірінші кезең неден басталады? Ең бірінші ғылыми жұмыс бізде дерек көздерді жинаудан басталады екен. Мысал ретінде мен енді өзімнің ғылыми жұмысымды айтайын. Мен 2010 жылы қазақ-орыс қостілділігіндегі интеркаляция көрінісі деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғадым. Қазір енді жаңалық жоқ, ол 2010 жылы жаңалық болған. Осы тақырыптың негізінде айтып берейін сіздерге. Бұл интеркаляция дегеніміз не десек, интеркаляцияны мен басында өзімде білген жоқпын. Мен о баста тақырыпты алған кезде қазақ-орыс қостілділігіндегі бөгде сөздер, кірме сөздер деп алдым. Кейіннен осы дерек көздерді қарау керек дедік қой. Дерек көздерді қарап отырған кезде бұл терминмен аталатындығын, бұл интерференцияның ішінде интеркаляция деп аталатындығын мен кейін қорғалған диссертациялық жұмыстардан көрдім. Содан кейін бар осы интеркаляцияға қатысты, интерференцияға қатысты әртүрлі материалдарды іздеп қарастырдым. Бұл бөгде сөздер дегеніміз қандай десек, менің қорғаған диссертациям, біз бәріміз сөздің арасында орыс сөздерін қолданып қаламыз. Байқамай, кейде біліп болса да қолданамыз, өйткені әдетке айналып кеткен. Кейде таза қазақша мен сөйлеймін деп ойлағанмен де, айтқанмен де, короче дей саламыз, вообще дейміз, жарайды бопты, оны айтпасақ та остановка дейміз, проезд бере салыңызшы деп осының барлығын қолданамыз. Мен 2010 жылы осы тақырыпты алған кезде бұл өте жиі қолданылатын болған. Соған байланысты осының себебі неде екен зерттегім келді. Сосын бөгде сөздер, кірме сөздер деп алдым. Жаңағыдай айтқандай, сөйтсе бұл интеркаляция деп аталады екен. Бұның барлығын дерек көздерді, барлық мақалаларды, диссертациялық жұмыстарды, әртүрлі материалдарды қарау кезінде мен осыны анықтадым. Енді екінші кезең, бұл жерде бізде жеке карточка жазып алу дейді. Бұл жерде жеке карточка дегеніміз не десек, біз мысал жинауымыз керек. Мен мысалға жаңағы интеркаляция дедім, кірме сөздерді, бөгде сөздерді жинайтын болсам, мен жан-жақтан қолданған сөздердің барлығын мысал ретінде жинай беру керекпін. Бүгін біреу шашлык деп айтса, оның қазақшасы бар, кәуап ол шашлык деп қолданып жатыр, жазып алам карточкаға, бөлек карточка қойып қоямын. Немесе тағы да мына жақта біреу шампунь қолды деп айтып жатса, шампуньның қазақшасы бар емес пе, остановка, аялдама бар емес пе, мен үнемі жазып отырамын. Міне, осы карточка жинау, бұл мысал жинау деп аталады. Алдыңғы сабақтарда мен сіздерге айттым, тыйым сөздерді өтіп жатқан кезде, тыйым сөздердің түпкі мағынасы қандай екендігін жинауға, балаларға берсеңіздер, қарауға берсеңіздер, бұның өзі бір зерттеу жұмысы дедім ғой. Сол уақытта балалар не істейді? Балалар тыйым сөздерге байланысты карточка жинай бастайды. Үйге қарай жүгірме деп айтты ма, сыпырғышты тік қойма деп айтты ма, соның барлығын жазып отырады. Содан кейін әр дерек көздерден, әжелерінен сұраулары мүмкін, ауылдан сұрауы мүмкін, сөйтіп астына оның себебін жазып отырады. Не себепті олай айтылды екен деп. Міне сол сияқты мысал жинау, карточка жинау дегеніміз осы екен. Содан кейін барып, үшіншісі бұл тест, анкета жұмыстарын жасау, интервьюге сұрақ дайындау дейді. Барлық мысалдардың барлығын, мыңдаған мысалдың барлығын мен жинап болдым. Жинап болғаннан кейін арғарай жұмысым менің енді не болды? Мен адамдардан сұраймын. Көп деген жиі мысалға зат есімдер. Остановка дедік, шампунь дедік, шашлык дедік, осының барлығын сменаға барам деп айтады. Смен дедік, осының барлығын мен жинап кішкене ең негізгі белсенді қолданылатын сөздерді жинап қоям да, 10 шақтысын. Сіз осы сөздерді қолданасыз ба? Қыстырма сөздер бар. Вообще дейді, короче дейді, типа дейді, осының барлығын жинап қоям да, сосын сауалнама өткізем.
ол сауалнаманы да жүздеген адамдардан сұраймын. Сіз осы сөздерді қаншалықты қолданасыз? Міне, бұл жерде бұл тест анкета жүргізу деген осы. Одан кейін ары қарай осыны жүргізгеннен кейін жинақтаған екінші кезеңіміз жинаған материалдарды жинақтау дейді. Карточкалар жинап алдық, сауалнамалардың барлығын жинап алдық. Не істейміз? Осыны жүйелейміз. Мысалға, мен өзімнің жұмысымда тағы алдыда айтатын боламын, іріктей бастаймыз. 37 мен 48 арасындағы адамдар қалай қолданады екен, 27 мен 36 жас арасындағы адамдар қалай қолданады екен, 16 мен 17 жас арасындағы адамдар қаншалықты қолданады екен, бұл жерде мен соны анықтай бастаймын. Міне, іріктеу дегеніміз, жинаған материалдарды жинақтау дегеніміз осы. Ары қарай бізде ғылыми жұмысты жазу кезеңі басталады. Мысалдың барлығын жинап қойдық, барлығын алған сауалнамамызды, барлығын іріктеп, бөліп қойдық. Бүткіл дерек көздерді қарап, термин сөздердің барлығын жинап, оларға берілген анықтамалардың барлығын реттестіріп қойдық. Ары қарай не істейміз? Ары қарай осы ғылыми жұмысты жүйелеп, өзіміздің құрып қойған жоспарымыз бойынша жаза бастайды екенбіз. Енді ары қарай зерттеу жұмысын біз жүргізген кезде үнемі мысалдарды жинап отыруымыз керек екен. Бүгін жинадым, ертең демалам, немесе бүрсігүні демалам деген болмайды. Сіз 3 жыл диссертациялық жұмысты жасап жүрсіз бе? 3 жыл бойы мысалдарды жинайсыз. Аялдамада отырдыңыз, естіп қалдыңыз, жазасыз. Дүкенге бардыңыз, естіп қалдыңыз, жазасыз. Дәріханаға бардыңыз, ол жерде де бір сөздерді, жай ғана қонақта отырдыңыз, құрбыларыңызбен бірге отырсыз. Күнделікті, бұл мысал деген күнделікті жиналып отырады екен. Одан кейін саралау, түсінікті, бақылау, сауалнама жүргізу әдістерін қолдану. Мысалға, мен жұмыс істеген кезде өзіміздің университеттің кітапханасына барып тұрсам, кітапханадағы 2 студент қыздың бір-бірімен сөйлесіп тұрғанын бірден жазып алам. Автобуста отыратын болсам, 2 адам бір-бірімен сөйлесіп отырса, бірден диктофон міндетті түрде қолымда жүрді. Диктофонға бірден жазып алып отырамын. Үйге келгеннен кейін соны жинақтап жазасыз. Міне, зерттеу жұмысы деген осы. Тақырыпқа қатысты әдебиеттерді толық зерттеу дейді. Яғни, сіз бір тақырыпты алдыңыз ба, сол тақырып қашаннан бастап, қай жерде зерттелген екен, қалай зерттелген екен. Мысалға, интеркаляция деген тақырыпты мен қазақ, орыс қостілділігіндегіні мен алған болсам, башқұрт тілінде ол қорғалған, татар тілінде қорғалған, ол тек қана біздің ғана тілде емес, корей тілде де бар, басқа тілмен араласу, орыстардың тілінде де бар. Қазірдің өзінде бұрын орыс тілі белсенді қолданылса, қазір ағылшын тілі қазақ тілінің арасына кіріп бара жатыр мысалға. Сондайлар өте көп. Осының барлығына қажетті әдебиеттердің барлығын қарастырады екенсіз. Сосын өз жұмысыңызға байланысты әр топқа бөлу дейді. Топ-топқа бөле бастайсыз. Енді мысалдарды жинап болғаннан кейін, бұл мысалдар деген синтаксистік бар, грамматикалық бар, фонетикалық бар, лексикалық бар. Оның ішінде ары қарай кететіндері бар. Осылай өзі мысал жиналып болғаннан кейін топ-топқа өзі автоматты түрде бөліне бастайды. Карточкаға не үшін жинауымыз керек? Бөлек-бөлек. Өйткені кейін топқа бөлген кезде бірден мына топ, мына топ деп сіздің бірден қай топқа екендігін шашыратып жіберуге өте ыңғайлы бұл. Сосын әр автордың пікірін қорытып талдауға үйрену. Ең бірінші теория бөлімін жазған кезде сіз осы қостілділік дегеніміз не екен, интерференция дегеніміз не екен, интеркаляция дегеніміз не екен, бұл не себепті осылай қолданылады екен, зерттеген адамдар өз пікірлерінің барлығын жазып отырды ғой. Сол жазғандардың, сол адамдардың ойын сіз қорытып, түйіндеп өз сөзіңізбен жазуыңызға үйренуіңіз керек екен. Енді мысал ретінде өзімнің жұмысымды көрсетіп қойдым. Ең бірінші теориялық бөлім және практикалық бөлім деп бұл екіге бөлінеді. Мына көрініп тұрған бірінші тарау бұл таза теория бөлімі.
тек теориямен ешқандай ғылыми жұмыс қорғай алмаймыз, тек практикамен ешқандай ғылыми жұмысын қорғай алмаймыз. Біздің ең негізгіміз практика, сондықтан да теорияға біз бір бөлімді ғана арнадық. Теория дегенімізді көріп тұрғандарыңыздай, қос тілділік дегеніміз не екен? Қос тілділікке қаншама ғалымдар, қаншама пікір айтты. Соның барлығын сіз жинап шығасыз да, өзіңіздің пікіріңізді жинақтап соңына қарай жазасыз. Бағана айтылған интерференция, интеркаляция дегендердің барлығына мен таза зерттелуіне тоқталдым бұл теория бөлімінде. Бұл тек қана бір тілде емес, барлық дүниежүзілік әдебиеттерді қарауымыз керек. Тек қана қазақ тілін қарамаймыз. Сондықтан да барлық әдебиеттер қаралады, жүйеленіп жазылады екен. Практикалық бөлім көріп тұрғандарыңызда интеркаляцияның түрлеріне бөлінеді дедік. Одан кейін барып ары қарай өзімнің бақылау нәтижемді үшінші тарауда көрсеттім. Мысалға, масс-медиа тілінде ол уақытта 2010-да енді 2 жұлдыз деген бағдарлама шығып басталған. Сол уақытта 2 жұлдызда толығымен қарап отырып, барлық сөздердің барлығын жазып отырып, сол жердегі осы кездескен бөгде сөздердің барлығы жазылып отырынды. Осы жұмыста көрсетілді. Тағы да бір айта кететін нәрсе, тараулар міндетті түрде рим цифрымен белгіленеді. Бірінші тарау, екінші тарау, үшінші тарау деген рим цифрымен белгіленіп тұр. Тараудың ішіндегі тараушалар ары қарай арабша нөмірленеді екен. Бұл да бір ғылыми жұмыстың өзінің талабы. Одан кейін мұндай бөлу жұмысты оқу мен талдауды жеңілдетеді дейді. Яғни мен диссертациялық жұмыс қорғаған болсам, бір адамға, мысалға, тек қана менің бақылауым ғана қызықтырады. Ал бір адамдарға менің теориялық бөлімім қызықтырады. Мазмұнына қарайды, қай жағы қызықты, ол тараудың ішінде тарауша қызық болатын болса, жоспар құрылып тұр ғой, сол тараушасын ғана оқи салады. Барлығын бірдей жазатын болсақ, оның ішінде не бар, қалай болды, біле бермейді ғой оқыған адам. Сондықтан да біз тараудың ішінде бірнеше тараушаларға осы бөледі екенбіз. Бұның өзі біздің жұмысымызды оқыған адамға жеңіл болу үшін жасалатын дүние. Ары қарай енді біз ең алдымен, кейін кіріспе туралы келесі сабақтарда айтылады, біздің мұқият қарайтын дүниеміз бұл кіріспесі. Кіріспесіне, жазылуына, дизайнына үлкен жауапкершілікпен қарау керек екенбіз. Кейінгі сабақтарда кіріспе толығымен айтылады. Қатты тоқталмай қояйын. Одан кейін ғылыми тілдің негізгі ерекшелігі анықтылық дейді. Яғни өзі бағанағыдан бері айтып отырғандай интерференция, интеркаляция, двуязычие, яғни қос тілділік деген терминдермен айтылып жатқан болса, және ол жақта анық емес бірнеше құрмалас емес, аралас құрмалас сөйлеммен жазатын болсақ, оқыған адам түсіне ме? Мысалға, ғылыммен енді айналысайын деп жатқан адам біздің жұмысымызды түсіне ме? Сондықтан да қолдан келгенше біз анық қылып жазуға тырысуымыз керек екен, оқыған адам бірден түсінетіндей. Ғылыми тілдің қосымша ерекшеліктері дейді, бұл жерде жеңіл болу керек, жаңағы айтылғандай, сосын қысқа болу керек, сөйлемнен сөйлемге ауысу барысында еркінділік, қарапайымдылық байқалу керек дейді. Бұның барлығы оқыған адамға түсінікті болу үшін, жеңіл болу үшін айтылып тұрған дүние. Ары қарай, ғылыми жұмыста жазылған кез келген сөйлемді дауыстап, оқып, тексеру қажет. Өйткені біз компьютермен жазамыз, біз өзіміздің жазғанымызды 5-6 рет тексердік, 5-6 рет көрдік, біз автоматты түрде оны солай оқимыз. Әріптер түсіп қалған болуы мүмкін, бір әріптің орнында бір әріп жазылып тұруы мүмкін, бірақ біздің миымызда ол жатталып қалғандықтан біз оны автоматты түрде солай оқимыз. Сондықтан да қандай ғылыми жұмыс жазсаңыз да, мақала жазсақ та, ғылыми жоба жазсақ та, диссертациялар жазсақ та, міндетті түрде жазған дүниемізді шығарып алып, көзбен көріп, дауыстап оқуымыз керек екен. Сонда өзімізге қателік бірден байқалады. Ал мына компьютерден байқалу енді қиындау. Мен бір адамдар болады, мықты байқап қоюы да мүмкін, бірақ көп адамдарға қиындау. Одан кейін соңғы терминдер лингвистикалық зерттеу жұмысының негізін құрайды дедік. Тек қана өзіміздің қарапайым ауызекі сөзімізбен жаза беруге болмайды. Біз қандай тақырыпты
зерттеп отырмыз, соған байланысты барлық терминдерді білуіміз керек. Алдында мен айттым ғой, бөгде сөздер деп ойладым, мен кірме сөздер деп ойладым, сөйтсем оның терминдік атауы бар екен, ол кәдімгідей интеркаляция деп лингвистикада аталады екен. Егер мен анау дерек көздердің барлығын қарамайтын болсам, мен оны біле бермеймін. Толық зерттеп қарағаннан кейін ғана білдім. Сол сияқты осы терминдерді өзіміздің жұмысымызға қатысты мұқият қарауымыз керек екен. Енді теориялық бөлімде не жазылады? Теориялық бөлімде отандық және шетелдік авторлардың жұмыстары қарастырылады. Сол отандық және шетелдік жұмыстарды жазған авторлардың осы терминдер туралы, сіздің зерттеп жатқан жұмысыңыз туралы көзқарастарының барлығын аласыз, олардың сөздерін жазасыз, содан кейін олардың әдебиеттерді белгілеп, сосын барып өзіңіз солардың айтқан пікіріне өзіңіздің пікіріңізді, ойыңызды жүйелеп жазады екенсіз. Одан кейін өзіміздің көзқарасымызды қалыптастырамыз және негіздейміз. Біз ол ғалымдардың айтқан пікірін оқымай, біздің көзқарасымыз туындамайды. Бірден біз басқаша ойлауымыз мүмкін. Ал зерттеп жатқан адамдардың оқыған кезде барып, осындай екен ғой. Бұл интеркаляция деген қайдан шығады, не үшін шығады? Мен зерттегенге дейін мысалға білген жоқпын. Мен осы адамдардың, басқа тілді зерттеген адамдардың жұмыстарын оқу арқылы оның не үшін пайда болатындығын, бұның қалай жою керектігін барлығын арғарай жұмыс барысында анықтадым. Жұмыстың басында қойылған міндеттерді қалай шешуге болатындығы туралы теориялық болжамдар жасаймыз дейді. Яғни, міндетті түрде зерттеу жұмысын жасадыңыз ба, жаздыңыз ба, міндетті түрде болжам болу керек. Ары қарай енді осыны болдыртпас үшін не істеу керек? Осы болжам міндетті түрде болу керек екен. Практикалық бөлімде не болады? Бұл жерде практикалық бөлімде нақты өмірден болу керек. Мысалға, мысал жинап жатырмыз ба, біз 10 жыл бұрынғы емес, дәл қазіргі осы минутта, осы секундта сөйлеп отырған адамдардың, сөйлеп отырған осы қоғамда өмір сүріп жатқан адамдардың іс-әрекетін зерттеуіміз керек екен. Одан кейін олардың кемшіліктерін келтіріп, сонымен қатар бұл кемшіліктерді қалай жоюға болатындығы туралы ойланамыз. Біреуіміз мысалға су туралы зерттеп жатырмыз, судың тазалығы. Судың тазалығы біз 10 жыл бұрынғы әдебиеттердегі оқығанмен де біз оны теория ретінде келтіре алмаймыз ғой, өзіміздің практикамызға. Практикада біз не істейміз? Біз судың жағасына барып, судың құрамын алып зерттейміз. Мына адам ғалым былай айтыпты, мына жақта 10 жыл бұрын былай зерттеліпті, қазір қарасақ мынандай су мынандай екен. Енді осыны ары қарай жақсарту үшін не істеуіміз керек? Енді шешу әдісін, осы проблема болып тұр ғой, бұл үлкен судың таза еместігі. Енді осының біз шешу жолын іздейді екенбіз. Сонда біз не жасасақ та дәл қазіргі дүниені қарауымыз керек, дәл қазіргі уақыттағы мысалды жинауымыз керек екен. Сосын барып шешу әдістері қарастырылады. Енді қорытынды бөлімді өздеріңіз білесіздер. Енді кіріспе бөлімдегі, негізгі бөлімдердегі сөздің барлығын қорытынды бөлімде қайталап отырмаймыз. Сіз барлық теорияны жаздыңыз, практиканы жаздыңыз, қорытынды бөлімде осылардың барлығын жазып болғаннан кейінгі өзіңіздің түйген ойыңызды жазасыз осы жерде. Одан кейін ары қарай қысқаша тұжырым жасаймыз дедік. Алдымызға бір міндет қойдық қой. Сол міндеттерді енді ары қарай әр міндетке қарай біз тұжырым жасаймыз, қорытынды жасаймыз. Бұның шығу себебі не себеп екен? Мен бірнеше себептерін анықтадым. Мына себептерді былай жоюға болады екен, мына себептерді жою мүмкін емес. Сондықтан да кейбір сөздерді кірме сөз ретінде де қалдыруға болатын сияқты. Дегендей мен кәдімгі тұжырымдар жасадым. Сосын ары қарай дәл қазіргі қолданыстағы технологиялар мен әдістерді жақсарту бойынша нақты ұсыныстарыңыз бар ма? Дәл қазіргі жаңа технологияға қатысты не айтасыз сіз? Бұрынғы 10 жыл бұрын, 20 жыл бұрын зерттеген адамдар мынаның бәрін айтқан екен, бірақ біз мына ғасырда, 21 ғасырда өмір сүріп жатқандықтан бізге былай дұрыс сияқты деп өзіңіздің ұсыныстарыңызды айтады екенсіз.
Енді ары қарай жай мысал ретінде көрсетіп өтейін дедім. Бірінші тарауда міне теориялық бөлімі таза интеркаляцияның түрлері, оны солар айтылды. Одан кейін барып екінші тарауда оның әрқайсысы мысал жинадық қой. Сөйтсек мысалдың ішінде фонетикалық, лексикалық, синтаксистік болып бөліне бастады. Осы бөлінетіндігі туралы айтылды. Одан кейін барып үшінші тарауда бақылау нәтижесі айтылды. Сонымен ең соңында өзімнің ұсыныстарым айтылды. Қандай зерттеу жұмысы болмасын, әр зерттеу жұмысында міндетті түрде ұсыныс болу керек дедім. Жалпы біздің айтайын дегеніміз осы. Енді сіздер түсіндіңіздер деген ойдамын. Барынша қарапайым, жеңіл қылып түсіндіруге тырыстым. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.